Амандасу пайғамбардың сүннеті, сәлемдесу әр адамның міндеті. Басым дейіп сәлем бердім баршаңа, өйткені ол адамдардың бір-біріне құрметі. Көзі соқырға жолдас болсаң да, көңілі соқырға жолдас болма. Кедейге күлме, сақауға сауал беріп жауап күтпе. Кереңді керең деме, жындыға тас атпа. Жылап жүрген бейшараға күлме, өз алдыңнан келуі ғажап емес. Шын ниетпен жақсылық жаса, қайтымын күтпе. Біреудің киіміне қарап, өз бағаңды көтерме. Мүмкін оның жан дүниесі бағалы шығар. Сені жаратқан Алла, оны да жаратқанын есіңнен шығарма. Ешкім ешкімнен артық емес. Біреуден жәбір көрген жанның дұғасын Алла қабыл етеді. Ешкімге тіліңмен де, іс-әрекетіңмен де зияныңды тигізбе. Дүниедегі ең оңай нәрсе кісіге ақыл айту. Ең қиыны өзіңді өзің түсіну. Қармақсыз ауыз тұтылған заман, жаманнан жақсы ұтылған заман. Асыңды теуіп, тезектей кеуіп, қасқыр тұрып, иті құтырған заман. Сұлу делік, сұлудың да міні бар, күліп тұрған кісінің де мұңы бар. Оқасы жоқ, ішің толып кетсе егер, қасқыр сынды айға қарап ұлып ал. Өмір ғой өмір, амал жоқ, жүрміз-ау жақсы жаман боп. Қолыңнан тартар адамнан, аяқтан тартар адам көп. 15 жас құйын қуған желмен тең, 20 жас дауыл ұрған көлмен тең, 35 ағып жатқан селмен тең, 45 аю аспас белмен тең, 75-те өр көңілің жермен тең, 80-де селкілдеген шал боларсың, 90-да 80-ге де зар боларсың. 100-ге келсең, дүние қызығынан күдеріңді үз, өлмей тірі жүргенге мәз боларсың. Білімдіден не пайда, білгенің көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса. Адамдардың арасында жоғалып бара жатқан екі нәрсе бар. Біріншісі адамгершілік, екіншісі мейірімділік. Өзім жайлы өсектен есім ауды, 40 жамал жанымның несі қалды. Жаралы жүрегіме әркім келіп, өзіне керектісін кесіп алды. Жауыңды жеңу бір басқа, жауықпас ету бір басқа. Сені сатып кеткен адамға оралма, менсінбейтін адамдардан алыс бол. Амандасқанда тұрып құрмет көрсет. Мақтану үшін өміріңді құрбан етпе. Әрқашан дамудың жолын ізде. Сенің артыңдағы адамдарды қорға, алдыңдағы адамдарды құрметте. Сұраққа бірден жауап берме, ойлан. Жақсы қарым-қатынасқа жалынба. Шақырылмаған жерге баруға сұранба. Қандай себеп болса да жақсы киін. Ақшаға тоймайтын әйелден, әйелге тоймайтын еркектен қайыр келмейді. Өмірдің екі тірегі бар. Үйренуден жалықпау, үйретуден аянбау. Адамды қалыпты биік ұстау, кімге де болса үлкен сын. Өмір деген осы, бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кеттекендеп, өмір өзен ағысын өзгертпейді. Ер азаматтың абыройы көп сөйлегеннен, сыр сақтай алмағаннан, және кім болса соған сене бергеннен түседі.